Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Исқазқызы. Бүгін сіздермен нейросонография әдісі туралы сөйлесетін боламыз. Қазақша түсінікті тілмен айтқан кезде баланың басын УЗИ-ға түсіру әдісі. Бұл әдіс бізге көптеген сұрақтар алып келеді. Мидың ішіне гипоксиялық өзгерістер, сұйықтықтың көбеюі, кистаның пайда болуы деген сияқты. Осы сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомлениедегі значокты басатын болсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Сондықтан міндетті түрде подписка жасап алыңыздар. Ал енді нейросонография әдісі туралы айтайық. Бұл әдіс кәдімгі УЗИ әдісі бар ғой, ультрадыбыстық зерттеу әдісі. Сол сияқты ультрадыбыстық датчик алынады, баланың үлкен және кіші еңбегіне қойылады, сөйтіп мидың құрылымын қарайды. Кәдімгі ультрадыбыстық зерттеу әдісі. Бұл кезде өте көптеген жаңағыдай сұрақтарға жауап алады. Травма, қан құйылу, мида ісіктің пайда болуы, яғни образование дейді. Мидың ісінуі, отек мозга дейді. Гидроцефалия, сұйықтықтың көбеюі, мидың аномалиялары, және де ДЦП диагноз кезінде ерте жаста анықтау үшін бізде перивентрикулярная зона деген болады, яғни мида осы зонада перивентрикулярная лейкомаляция деген зат болады, соны анықтайды. Мидың жаңағыдай қан құйылулары, кисталар, яғни мидың бүткіл патологияларын ерте анықтау үшін бұл әдіс қолданылады. Бұл әдіс өте көптеген плюстары бар, информацияны өте жақсы береді, балаға ешқандай ауырлық сезім әкелмейді, кәдімгі терісі арқылы балаға ешқандай дискомфортты шақырмай түсірілетін әдіс. Және бұл әдісті сіздер УЗИ-ға түсіріп отырып, сразу бір 10-15 минуттың ішінде бүткіл информацияны ала аласыздар, ешқандай күтудің де қажет жоқ деген сияқты. То есть бұл әдістің плюстары көп, бірақ бұл әдіс ата-аналардың өте көп тревога дейді, яғни уайым қайғыға алып келеді. Оның ішінде жаңағыдай гипоксия, алдында жоғарыда айтқан сияқты сұйықтықтың көбеюі, және де ең жиі кездесетін сұрақ ол киста. Енді қараңыздар, бұл әдіс жаңағыдай осы пайда болғалы бері біз киста туралы еститін болдық. Бұрынғы кезде бұл киста деген нәрсені ешкім естімеген, потому что бұл әдіс болған жоқ. То есть киста деген негізі екінің бірінде бар нәрсе. Бұл УЗИ пайда болмаған кезде де болған нәрсе. То есть сіздер осы УЗИ-дің дамығанынан, біздің КТ, МРТ дамығанның арқасында сіздер осы киста деген неше түрлі жаңағыдай адамның физиологиялық ерекшеліктерін сіздер осы УЗИ әдісі арқылы анықтап отырсыздар. Енді қараңыз, егер сіздің балаңыздың жаңағыдай заключениясында, қорытындысын алдыңыз, қорытындысында гипоксиялық өзгерістер деп тұрса, немесе сұйықтықтың мөлшері өзінің жаңағыдай нормасынан көп деп тұрса, және қан құйылудың бірінші, екінші дәрежесі деп тұрса, онда сіздер алдымен мына сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Біріншіден, сіздің балаңыз қалай дамып жатыр? Егер сіздің балаңыз 1 айлық бала болатын болса, 1 айлық баланың өзінің нормалары болады. Яғни ол жерде бас өлшемі, қанша салмақ қосып жатыр, қанша ұйықтап жатыр, қалай емшекті алып жатыр, егінің дірілдеуі, аяқтың тіреуі, рефлекстері деген сияқты әр жастың өзінің ерекшелігі болады. Әр жастың өзінің даму ерекшелігі болады. Сондықтан сіздер бірінші кезекте баланың дамуына қарайсыздар. Егер сіздердің балаларыңыз мысалы 1 айлық бала болатын болса, тура 1 айлық балаға сәйкес дамып жататын болса, салмағы да жақсы, ұйқысы да жақсы, емізуде ешқандай проблема жоқ, рефлекстер бәрі идеальный, бірақ УЗИ-нда гипоксиялық өзгерістер, сұйықтықтың мөлшері сәл үлкейген деп жазатын болса, онда сіздерге динамическое наблюдение дейді, яғни баланы біз наблюдениеға аламыз, яғни бақылаймыз. То есть біз баланың басының өлшемін айына 1 рет біз өлшеп отыруымыз керек, қанша сантиметрге өсіп жатыр.
Бас өлшемін мен сіздерге қазір экранға шығарып кетемін. Қыздардікі бөлек, ұлдардікі бөлек. Осы бас өлшемін сіздер скрин жасап алыңыздар. Скрин жасап өздеріңіздің балаларыңыздың бас өлшемімен салыстырыңыздар. Егер сіздердің бас өлшемдеріңіз осы нормаға сәйкес болатын болса, және де сіздің УЗИңізде жаңағыдай сұйықтықтың мөлшері көбейген, бірақ басының мөлшері осындай и дамуы жақсы болатын болса, значит сіз уайымдамай қойсаңыз болады. Тек қана наблюдение жасайсыздар. Дәрігерге уақытылы қаралып, бас өлшемін өлшеп, баланы қандай дәрі-дәрмекті жүгіріп барып, жаңағыдай диуретиктерді, зәр айдағыш дәрілерді немесе басқа дәрілерді жүгірмей, сіздер егер дәрігер наблюдение деп айтса, онда сіздер сабырмен күтулеріңіз керек, бала қалай дамып жатыр. Ал егер сіздердің балаларыңызда бас өлшемі үлкейіп кететін болса, және қосымша бала өте мазасыз, жылай береді, салмақ қоспайды, құса береді, көзінде әртүрлі өзгерістер, көзі сыртқа шығып кеткен сияқты болады, гидроцефалия диагноз кезінде. Және басқа да неврологиялық патологиялар болатын болса, рефлекстері дұрыс емес, тонустар дұрыс емес, онда, конечно, міндетті түрде сіздер дәрі-дәрмекпен емделесіздер, невропатологтың бақылауында боласыздар. Егер стационарға жат дейтін болса, стационарға жатқызу керек. Егер жаңағыдай нейрохирургтың консультациясы керек болса, нейрохирургтың консультациясын алу керек деген сияқты, сіздер жаңағыдай баланың дамуына, баланың жағдайына қарап отырып, бұл заключениені жаңағыдай қорытындылайды. То есть бұл УЗИ заключениені сіздер жаңағыдай оқып қорықпаңыздар. Сіздер дәрігердің жаңағыдай қаралуына барыңыздар. Если сіздердің балаларыңыздың дамуы нормальный болатын болса, бұл заключение сіздерге как просто страховка ретінде. То есть сіз балаңызды повторно можете потом снять, чтобы түсіріп, кейін балаңыз жаңағыдай өзіңіз де спокойно и переживать етпес үшін бір рет сөйтіп түсіріп қойсаңыздар болады. Бірақ бұл әдісті кейбір елдерде как скрининг ретінде бір айлық балалардың барлығына түсіріп жатыр. Енді оған да біз келісеміз негізі. Просто барлығына түсірген кезде 100% балалардың барлығында бізде умеренный гипертонус, умеренное гипоксические изменения, умеренное увеличение жаңағыдай желудочков деп бергеннен кейін барлық ата-аналар бізде уайымдап, сразу дәрі іздеп, волшебный таблетка іздеп кетеді. Сол үшін біз бірінші дәрігердің тағайындауы керек, содан кейін барып түсіріңіздер деп рекомендация береміз. Так бұл әдіс өте жақсы әдіс. Көптеген ауруларды анықтауға көмектеседі. Сондықтан бұл әдіспен спокойно қолдансаңыздар болады. Егер тағы қандай да бір сұрақтарыңыз қалған болатын болса, комментарийға астына жазып кетіңіздер. Сіздердің балаларыңыздың басын УЗИға түсірген кезде қандай өзгерістер шықты, сіздерде қандай жаңағыдай ем қабылдаңыздар, сол туралы бөлісіп комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Видеомен бөлісіңіздер, если жақындарыңыз, достарыңыз болатын болса. Міндетті түрде подписка жасап отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.